Сол кезде әттең-ай бәрін тастап, Русланмен еріп кеткенімде, бәлкім өмірім өзгеріп, бәрі де аман болар еді. Жездемнің де, Ғайшаның да өлімі болмас еді деген қайғы ойдан әлі күнге дейін арылмадым. Одан кейін 2 рет Руслан келді. Бірақ мен терезеден ғана сығалап, онымен кездесуге шықпадым. Менен сонша көңілі қалған ол, одан кейін қайтып мүлдем келмеді. Әпкемнің орнын басқан мен тек бұл үйде Ғайша үшін жүрдім. Оқуым жайына қалды. Мына өмір қызық емес болатын. Ол аздай өз бауырларым менен безінді. Олардың айтатыны, мен әпкемнің байлығы үшін жездемді айналдырған сорлы екенмін. Бұл сөздерді бауырларымның аузынан естіп, бір жылап алдым. Мен бір күн болдық екен деп, жездем мені қасына жатады деп қатты қателесті. Кеш бата Ғайшаның жанына жатып, есікті тас қылып бекітіп, үнемі одан қашып жүрдім. Бірде күндізгі уақытта жездем үйге келді. Ол кезде Ғайша сабаққа кеткен. Ас үйде ыдыс жуып жүрген едім. Ол көп аса күндіз үйге келмейтін, екінші қатыны көңілдесінің үйінен шықпайтын. Екеуі бір жерде жұмыс жасайды. Үйде жалғыз қалғанымды білген ол маған тиіспекші болды. Дереу пышақты алған мен, егер жолайтын болсаң, өзімді өлтірем. Одан кейін не істесең маған бәрібір. Сен айуан, менің өмірімді құрттың. Маған мына өмір қызық емес. Тірі жүрсем, ол Ғайша үшін ғана жүрмін. Айқайлап, жылап өзімді өлтіруге дейін бардым. Ол қорыққан болу керек. Жарайды, мен кеттім. Тек пышағың тасташ деп үйден шығып кетті. Одан кейін 3 күн бойы үйде болмады. 4-ші күні келді. Көңілдесін осы үйге тұрғызбақшы. Маған десе 10 әйел тұрғызса да жездеме деген көңілім әлдеқашан соғылған. Сондағы ойы мені көңілдесімен қызғандыру екен. Ал мен қызғанбақ түгіл жездемді жек көргенім былай тұрсын, жүзіне қарауға да жеркенемін. Қанша жерден ұятта болса айтайын, олар күндіз менің көзімше неше түрлі ерсі қылық жасайды. Сол кезде әпкем есіме түсті. Байғұс әпкем-ай, бала кезде менімен қызын саябаққа барыңдар деп шығарып жіберетін. Сол кезде ауру әпкемнің көзінше осы тірліктерін жасайды екен ғой мына екі арсыз. Бір қызығы, жездемнің көңілдесі мені жездемнің әйелдікке алғанынан бейхабар екен. Осылай жүрген бұл арсыздардың үстіне анам түсті. Мені немересін сағынған анам үйге келді. 2 арсыз білгендерін жасағанда мен бөлмемді құлыптап алып, құлағым ештеңе естімеу үшін жастықты басыма басып жататынмын. Бар ойым Русланмен өткен күндерімді ойлап, жылағаннан басқа қолымнан ештеңе келмей жататынмын. Анам шыны керек әпкем қайтқалы бұл үйге аяқ баспаған. Арада 2 жылға жоқ дегенде келіп тұр. Мен де сол уақытқа дейін ауылға аяқ баспадым. Бауырларым түгел ауыл аймақ менің жездеме әйел болғанымды біледі. Ар жағын айтпай-ақ қойдым. Олардың көздеріне түсу мен үшін тозақ отын басумен тең. Есікті тарсылдата қаққан анамды олар күтпеген. Есікті үстіндегі ашық-шашық киіммен шыққан көңілдесі ашқанда анамның қандай күйде болғанын айтпаса да белгілі. Бұл 2 арсыз түскі үзілісте үйге келіп тамақтарын ішіп, осылай жаман істерін жасап, қайта жұмысқа кететін. Айғай салған анамның даусын естігендей болдым. Бірақ анам екеніне сенбей, есікті ашып қарасам, анам екен. Мені анам да жек көріп, осынша уақыт бойы іздемеді деп ойлайтынмын. Бірақ бұл ойым қате екен. Ашуға булыққан анам әлгі қатынның шашына жабысып сүйрелеп жүр. Жездеме қарап, қолына түскен затты лақтырып жатты. 2 дүниеде де оңбай кеткір, бір қызымды ашалы ажал құштырдың. Енді бірін жас өмірін қор қылдың. Әй, оңбаған-ай, Гүлдерайымды әйелдікке алғанда не деп едің маған, Сол кезде анамның уысынан босап шыққан көңілдесі жан айқайы шығып шәң кетті. Сен оңбаған, өз балдызыңды әйелдікке алдың ба? Сонда мынау сенің әйелің ба деп мені нұсқап. Мен бөлмеден шыққан бойда анама қарап жылап тұрмын.
Анам қасыма келіп құшақтап, екеуміз де жылап, боздап жатырмыз. Әлгі көңілдесі жездемнің жағасына жабысып: «Шыныңды айт дейім, сен онымен болдың ба? Ол сенің әйелің бе?» Аузын әзер ашқан жездем: «Иә, ол менің әйелім. Біз бірге болдық. Сені тек ол қызғансын деп осы үйге тұрғыздым. Немене, менің әйелім боламын деп ойладың ба? Шындықты естісең енді үйден кет» деп көңілдесін үйден қуған жездем сөзім жоқ. Ашуға булыққан көңілдесі өзінің сонша қоңқыс сияқты тастай салғанына әбден намыстанып: «Қарада тұр, мені жылатқаның үшін жазаңды беремін». Қанша жыл бойы бірге тұрып, бірге жатып жүрсе де араларында бала жоқ. Жездем қаламаған болар. Өйткені қызына да әке болып жарытқаны шамалы. Анам да бар ашуын шығарып сол жерде шындықтың беті ашылды. Ғайшаның мектебіне барып, ол қызды алып пәтер іздедік. Ескі пәтерге уақытша анам, мен, Ғайша үшеуміз тұра бастадық. Ғайшаның қасында мен болсам болғаны, әкесін іздемейді. Тек үйден не үшін кеткенімізді сұрады. Кейін айтамын деп ол қызға ештеңе айта алмадым. 2 күннен соң анам ауылға барып заттарын әкеліп, мен жұмыс істей бастадым. Енді ғана бас көтеріп өмірім өзгергендей болғанда жездемнің қайтыс болғанын естідім. Оны мектеп басшылығы айтты. Естігенде жүрегім тоқтап қалардай күй кештім. Бәрінен де әкесінің өліміне Ғайша мені кінәлайды деген ой маза берер емес. Мен ойлаған едім, жездем көңілдесімен қайта табысып, өмір сүріп жатқаны іштей 100% сенімді болдым. Не себеп, не үшін екені белгісіз жездем өз-өзін асыпты. Соңғы 1 айда жұмысқа бармай, үйде ішімдік ішіп, онан жұмыстан қуылған. Соңы өзіне қол жұмсаумен аяқталды. Осыдан кейін менің өмірім бір түнім тыныш болмады. Қаншама ойлар маза бермеді. Жездем мені шынымен ұнатып, менің кеткенім үшін өзін өлтірді деген ой көкейімде сайрап тұр. Өмірде өзіңді біреудің өліміне кінәлі болу ең жаманы осы екен. Кейде өзімді ақтап, менің не жазығым бар, оның мойнына жіпті салған мен емес деген осындай 2 ой санамнан кетпейді. Жүдеп барамын. Жездемнің 40 өтіп, барлық жоралғыларды жасадым. Шын мәнінде мен жездемнің заңды әйелі емес екенмін. Иә, ЗАГСке тұрмадық. Қайғыдан көз ашпаған мен соны енді ғана білдім ғой. Жездемнің атындағы біраз дүние мүлік бар екен, Ғайшаны жетімдер үйіне жібермей өз қамқоршылығыма алдым. Анам мен әкем мені қолдап, менің қайта жоғары оқу орнына барынша көмектесті. Ғайша екеуміз даңғарадай үйде тұрып жаттық. Ғайшаға барынша аналық жылулығымды беруге тырыстым. Арада бірнеше жыл өтіп, Ғайша мектеп бітірді. 18 жаста толған Ғайшаға үй өз атына аударылды. Ал мен жездемнің бірде-бір мүлкіне тимедім. Оқуымды оқып, мектепке бастауыш мұғалім болып жұмыс жасадым. 2-ші мәрте тұрмысқа шығу дегенді мүлдем ойламадым. Анам байғұс ара-тұра келіп, тұрмысқа шығуымды жиі айтып жүр. Ал менің бар ойым әпкемнің аманатын жылатпай өсіріп, өмірде өз орнын тапса екен деген қатты армандадым. Ғайша өте мейірімді балажан еді. Қалаған оқуына түскен қыз. Ол жердегі декан апайымен жақсы араласып, кейде сол апайының бөпесін бағып. Ол үйдегі апайы және оның күйеуі менің Ғайшамды өз қыздарындай кем көрмей, үйіне жиі шақырып қонақ етеді екен. Әкесінің қайтқан күніне 5 күн қалғанда Ғайша телефон шалды. Мені әпке деп айтатын. Мен оған анам деп айтуға рұқсат бермедім. Әпке, қалайсыз, амансыз ба? Я, ботам, бәрі жақсы, өзің қалайсың? Әпке, жақында әкемнің қайтқан күніне орай Құдай тамақ берейік. Мен деканнан сұрандым, 1 аптаға жіберді. Жарайды жаным, онда мен үйді реттей берейін. Осы күнге дейін бұл сөзді айтпайтын. Ғайшамның аяқ астына осылай айтқанына таң қалдым. Ішімнен ойлап қоям. Жаным-ау, есейіп кеткен бе өзі? Әлде түсінде әкесі кіріп жүр ме екен?
Ғайша оқуға кеткелі әкесіне құдайы тамақ жасалмады. 2 күннен соң Ғайшам да оқудан сұранып келді. Келген бойда құшақтасып ұзақ тұрдық. Онан кешке жатарда да құшағымыз айырылмады. Ботам-ау, неге үндемей жатырсың? Әдетте оқудағы қызықтарыңды айтушы едің? Айтшы жаным, бір жағдай болды ма деп сұрай бастадым. Әпке, менде бәрі жақсы. Мен тек шаршадым, ертең айтамын деп мені онан әрі қапсыра құшақтады. Солай екеуміз құшақтасып ұйқыға кеттік. Ертеңіне базардан анау-мынау заттарымды әкеліп, Ғайша қасымда жүр. Бірақ әлі де жүзі солғын. Кеше жолдан шаршап келді деп ойладым. Ғайшажан, саған не болды? Айтшы қане күнім. Маған солғын тартқан түрің ұнамай тұр. Әпкетайым, еш уайымдамаңызшы. Кеше пойызда тамақтан ұшынып қалдым. Содан сәл ішім ауырып мазам болмай тұр. Ойбай, жүр, онда емханаға барып, асқазаныңды тазалайық деп шошып кеттім. Әпке, жаңа ғана дәрі іштім. Қазір басылады. Одан да ертеңгі күнге дайындық жасайықшы деп көңілімді алдағандай болды. Кеш бата Ғайшам тағы қиналып ішін ұстап жата кетті. Қорқып кеткенмен дереу жедел жәрдем шақырып ауруханаға бардық. Алайда ауруханаға кірген бойда Ғайшамның демі үзілді. Сап-сау жас қыз еш ауырмастан мені тастап кете барды. Пойызда жеген тамағынан қатты ұшынған қыз уланған екен. Ол асқынып өмірмен қоштасуға келді. Әкесіне құдай тамақ берем деген алтынымның сол күнгі жаназасы шықты. Бұл қандай тағдыр? Әкесінің қайтқан күнінде Ғайшам да қайтты. Осы бір ауыр қайғы мені әбден қатты қинады. Осы күнге дейін Ғайша үшін өмір сүрген едім. Енді кім үшін өмір сүремін? Ұзақ уақыт тағы күйзеліске түстім. Кезінде жездемді сонша қарғағаным рас. Талай көз жасыма шомыла қарғадым. Бірақ соншалықты осындай болатынын білмедім. Әттең, жездемнің әйелі болып жүре берер едім-ау. Ең болмаса Ғайшамның өлімі болмас еді. Осындай ауыр ойдан құтылмаған мен өз еркіммен жұмыстан шықтым. Жарты жыл өзіме келе алмай ұзақ қиналдым. Анам барынша қолдап, бұл қиындықтан алып шықты. Ойлана келе бәрін тастап Алматыға көшіп кеттім. Бұл жақта балалар үйіне жұмысқа орналастым. Жетім қалған балалар менің өмірімді өзгертті. Оларды бағу мен үшін өте жауапты іс. Арада біршама жыл өтті. Қазіргі таңда мен жетім балаларға анамын. Олардың күлкісі маған бақыт сыйлайды. Бар өмірімді осы бейкүнә балаларға арнауға шештім. Бұл балалар менің қайғымды ұмыттырды. Бірақ кейде әттеген-ай деген өкініштер жүрегімнен дақ сияқты кетпей қойды.